Армысыз тыңдарман, арнама тіркеліп кетіңіз. Жұмыс уақыты аяқталысымен Қайыржан әдетінше үйіне асықты. Тек аялдамадағы біресе сағаттарына қарап, біресе жол бойына мойындарын созып, тықыршып тұрған топтың шетіне тақай бергенде ғана келіншегінің бүгін кішкентай қуанышты алып, ауылына кеткені есіне түсіп, жүрісін баяулатты. Жаңа ғана алып ұшқан көңілі бір-ақ сәтте су сепкендей басылып, көңілі құлазып сала берді. Үйде ешкім жоқ екен ғой. Бос тұрған үйге несіне асығамын? Әлде жұмысқа қайтып барып, жобамды сыза берсем бе екен деген ой келді. Кенеттен пайда болған ой жалғыздықтан құтқарар жақсамал сияқтанып, жүрісін баяулатты. Көптен бері күнделікті шаруадан қолы тимей кетіп еді. Енді осы күндерді пайдаланып, біраз өндіртіп тастаймын ба деп, жобаны сызам деген ойының табылған ақыл екендігін өзіне өзі дәлелдеп әлекке түсті. Бірақ мұнысы қоңыртқай тартқан көңілін алдарқатып еді. Шындығында жұмыс істеуге тап қазір қолқы жоқ екені, үйінде мұны күтіп отырған ешкімнің жоқтығынан туындаған сезімді басу үшін далбасалап тұрғаны өзіне аянтын. Келіп тоқтаған автобусқа қарай лап берген адамдардың соңын ала мінген ол, жолаушыға лық толы көлік ішінде тұрса да, айдалада қалғандай жабырқау көңіл күйден арыла алмаған күйі өз аялдамасына да жетті. Үй іші мұны шыбын ызыңы естілер тыныштығымен қарсы алды. Ас үйге кіріп, тоңазытқыштың есігін ашты. Дина тамақ пісіріп, үлкенді кішілі екі ыдысқа салып қойып кетіпті. Қақпағын ашып қарады. Біреуіндегісі мұның жақсы көретін асы, кесектеліп туралып, көкөніс қосып бұқтырылған ет екен. Мынаусы борщ шығар деп ойлады, іштей екінші ыдыстың қақпағын аша беріп. Бабымен пісірілген борщтың тәбет тартқызар иісі бұрқ ете қалды. Қайыржан іштей кішкентай қуаныштың капуста көже шемдеп шешесіне күнара борщ пісіретінін еске алып, еріксіз езу тартты. Күнде бұл кезде баласы екеуі-ақ үйді базарға айналдырып жіберетін. Есіктен кіре берген әкесіне қарсы құшағын жая ұмтылатын қуаныш біразға дейін одан айырылмай қалатын. Кішкене қолдарымен мойнынан тас қып құшақтап, бетін Қайыржанның мойнына, кеудесіне басып аймалайтынын қайтерсің. Баласының сол қылығы есіне түсіп, Қайыржанның ет жүрегі елжіреді. Кіп-кішкентай болып, осы үйді толтырып жүрген бір өзі екен ғой көкетайым. Құрдастары Қайыржанды нәзік жанды жігіт деп, тілі ашылаулары әйелдей сезімтал жігіт деп қағытатын. Олай деулеріне мұның кім-кімнің де жағдайын түсінуге, қол ұшын беруге, кейде тіпті өзіне зияны келеді деп ойламай, көмектесуге даяр тұрар мейірімділігі себепші болған сияқты. Екінші жағынан туғанынан шексіз махаббатқа бөленіп өскен баланың қатыгездік, қайырымсыздық, әлімжеттік сияқты қасиетсіздіктерден жаны шошып, іргесін аулақ салар жөні де бар. Атасы мен апасының тұңғыш немересі болғандықтан, бір жағынан қарттардың, екінші жағынан өз ата-анасының сүйіспеншілігіне шомылып, еркелеп өскен Қайыржан үлкендер тарапынан ешбір қағажу көрмей, баршаға сүйкімді, жұғымды бала болып ержетті. Бүкіл әулетті билеп төстеп отыратын апасының үйретуімен өз әкесін көке деп, ал шешесі Зейнепті үлкендер сияқты Зейнеш деп атайтын. Сол әдетімен мектепке барғанда да, тіпті өзінің Зейнептен туғанын білетін студент кезінде де Зейнеш деді. Тек есейіп, өзі үйлі баранды болған кезде, әріптестерінің алдында, қайын жұртының арасында ыңғайсыздану сияқты бір сезім пайда болды. Тіпті кейде өзін Зейнептің алдында кінәлі жалындай сезініп, қипақтап қалатыны бар. Келіншегі Дина есті қыз ғой. Зейнепті бірден мама деп кетті. Қуаныш бұлардың тұңғыш баласы. Биыл жасы 3-ке толған. Былтырдан бері Дина жұмысқа шыққысы келетінін айтып, 2-3 рет құлақ қағыс жасады. Бірақ баланы бақшаға орналастырудың шешілуі қиын мәселе екенін кім білген? Жекеменшіктегі бақшаларды жағалап көріп еді, төлемақысы тым қымбат болып шықты. Сосын Қайыржан таңертеңнен кешке дейін жүргенде табатын болымсыз ақша үшін баланы таң азанымен жылатып оятып, бақшаға берудің қажетіне деп келіншегінің тілегіне оң шырай таныта қоймаған соң, Дина амалсыз үйде отырған. Қуаныш 3 жасқа толғанда ауылдан артынып-тартынып қайын енесі келді.
Дина жұмысқа шыққысы келетінін шешесіне де айтқан болуы керек. Ертең жол жүрем деген күні енесі алыстан орағытып әңгіме бастады. Қайыржан қалқам, атаң екеуміз өмір бойы өкіметтің жұмысында жүріп, дүние-мүлік жинаған жан емеспіз. Біздің бар байлығымыз 5 баламыз. Соларды оқытып, ел қатарына қостық. Бәріне де жоғары білім әпердік. Құдайға шүкір, қазір 5-еуі 5 саланың білдей маманы. Мынау Динада жақсы дәрігерлер санатында аталып келгенін білесің деп бірден тыныстады. Қайыржан енесінің әңгімені қалай қарай ойыстырып келе жатқанын бірден түсінсе де, ізет сақтап үнсіз тыңдап отыра берді. Қазір қай салада тез өркендеп, тез дамып жатқан заман ғой. Бұл үйде отырғалы да науқасты емдеудің түрлі тәсілдері шығып жатыр. Ендігі қарайып та қалған шығар. Қуантайды балабақшаға беріп, келіншегіңді жұмысынан шығарсаң жөн болар еді балам. Апа, дұрыс қой бәрі де. Бірақ балабақша дегендерің аты болмаса баяғыдай емес. Төлейтін ақысы удай, ал беріп жатқан тәрбиесі жоқтың қасы. Жақсы мамандар кетіп қалған. Арзымайтын ақыға бола кім ертеден қара кешке дейін істейді. Сөзім сенімді шықты ма жоқ па дегендей Қайыржан енесінің жүзіне бағдарлай қарады. Ол кісі үндемеген соң әлі де салмақ бере түсу үшін сөзін әрі қарай сабақтады. Бақшаға барған балалар жиі ауыратын көрінеді. Біздің жұмыста балаларын бақшаға беретін келіншектер 1 апта жұмыс істесе, 2 апта баласы ауырып үйде отырады. Түсінікті. Балабақшаға бергің келмесе, не беруге шамаларың жетпесе, Қуантайды мен ақ бақып берейін, маған беріңдер. Мектепке барғанша біздің бауырымызда болсын. Менің тәрбиелей алатыныма күмәнданбайсың ба, деді қатқыл дауыспен. Қайыржан аңтарылып отырылып қалды. 30 жыл бойы ұстаздық еткен, 3 келін түсіріп, 2 қызын ұзатқан, қысқы жазғы каникулдарында ауылға асыға жетіп, әжелеп үйірілген немерелерін айналып толғанып отырған енесінің мейірлі жан шуағына өзі де талай бөленген. Қалайша күмәнданбақ? Содан да болар әзиз ананың шын ықыласпен айтып отырған тілегін қайтара алмады. Жоқ деп жанына тер сөз айтуға аузы бармады. Бірақ баласын қалай беріп жібермек? Жұмыста отырып та сағынып, үйіне бірнеше мәрте телефон соғатынын, баласының былдырлаған даусын тыңдап мәз болатын енесі білмейді әусіра. Оны күніге өзі шомылдырып, кешке бауырына басып ұйықтататыны ше. Соның бәрін енесіне айтса қайтеді. Ондайда үлкендердің бала жандарын бұлардың деп сөйлейтіні тағы бар. Енді қайтпек? Мұның жан дүниесіндегі арпалысты тап басып таныған ана да осы сәтті пайдаланып бастырмалата сөйледі. Өзің білесің, Динажан 1 жыл емес, бақандай 7 жыл оқыды. Оқыған оқуының жемісін жесін де, өзіңе де әйеліңнің қазан аяқ басынан ұзамайтын, ауладағы әңгімеден басқаны білмейтін адам емес, жұрт қатарлы білімді, ел қадірлейтін маман, жолдастарыңның қызмет істейтін әйелдеріңмен терезесі тең болғаны жақсы емес пе? Онысы рас енді. Өзінің де кейбір бет-аузы әдемілеу мен дүкендегі киім-кешектің бағасынан басқаны білмейтін келіншектерді рухани кембағал жандар деп, Динаның солармен араласқанын жақтырмайтыны есіне түсіп, енесінің пікірімен іштей келісті. Жарайды апа, біз ойланып көрейік, деді қипақтап. Енесі бұдан әрі қыстамады. Мінезі орнықты, қандай шаруаны болсын ойланып, толғанып барып қолға алатын Қайыржанның енесі қады тұтатын тағы бір қасиеті барды. Ол күйеу баласының үлкеннің сөзін жерге тастамайтындығы. Ұзақ жылдар бойы педагогты қызмет атқарып, бала психологиясын жете меңгерген жан емес пе? Оның бұл жолы да ана тілегінен аса алмайтынын дәп басты. Динаның медицина институтын үздік бітіргенін, еңбек жолы басталысымен-ақ терең тиянақты біліммен көзге түскен жас маманды болашағынан үміт күттіретін дәрігер ретінде еліміздегі үлкен ғылыми зерттеу институтына тәлімдемеден өтуге жіберілгенін Қайыржан мақтан ететін. Кейде оның сол кезде қолға алған ғылыми жұмысы тоқтап қалғанын ойлап, іштей ыңғайсызданатын да. Бірақ есесіне кішкентай қуаныштың ауырмай сырқамай өсіп келе жатқанын ойлап, енді 1 жылда бақшаға берсек, жұмысын игеріп кетеді ғой, алғыр ғой деп өзін-өзі алдандырып қоятын. Қуаныш 2-ге толғанда Дина бұл күтпеген әңгіменің шетін шығарды. Біздің бәріміз өсіп жан-жаққа кеттік. Апам мен көкемнің дағарадай үйде екеуден үйге отырғанын ойласам, жаным күйзеледі.
саған өтінішім бар. Екеуіне алданыш болсын, Қуантайды берейік деген бұған қиыла қарағанда Қайыржан ұшып түскен. Кіп-кішкентай емес пе, жүрегің ауырмай ма сонда? Қалай беріп жіберіп салмақшысың деген күйіп пісіп. Қуанышты дәп қазір беріп жіберетіндей ұлын жалмажан құшағына алып бауырына басқан. Мұның жүрегі қалай ауыратынын ойламағанын ғой мүлде деп келіншегіне алара қараған. Қойшы деген Дина шала бүлінген бұған тыңдана қарап. Сен де қайдағыны айтады екенсің, жүрегі ауырып не болыпты? Апам мен көкем келсе бізді сатып кетпей ме осы? Өзің де талай көрдің емес пе? Олардың да бұл десе шығарда жаны бөлек. Олар жақсы көрмейді деп отырған жоқпын мен. Бала ешқашан ата-анасынан ажырамауы керек. Менің айтпағым сол. Басқа ешқандай ойым жоқ. Бірақ мұндай әңгімені маған ендігәрі айтпа деді бұл әйеліне ренжіп. Содан кейін бұл әңгіме қайталанған жоқты. Арада бір жылдан астам уақыт өткенде енесі келіп, қайталанбайды-ау деген тақырыпты тағы көтерді де ақыры міне арғы күні артынып тартынып жеткен атасы мен енесі Қуанышты алды да кетті. Үйренгенше қасында болай тұрайын деп Динада ере кеткен. Үйленгері бері бұлайша жалғыз қалып көрмеген Қайыржан өзін қоярға жер таппады. Әдетте мұндай кезде Қуаныш екеуі ойынға кірісіп кететін. Әуелі бұл ат болып Қуанышты арқасына отырғызып алады да бөлме-бөлмені аралап шапқылайтын. Кейде асау аттың мінезін көрсетіп мөңкіп қалады. Ондайда Қуаныш қорқудың орнына мәз болып сықылықтап кеп күледі дерсің. Қайыржан баласының сықылықтаған күлкісін естігендей елең ете қалды. Сөйтсе көршілердің Қуанышпен жасты кішкентай қыз екен. Әкесі әткеншекте тербетіп әуелете итерген сайын бөбек сықылықтай күледі-ай келіп. Сәбиге қарап жүрегі елжіреп кеткен бұл терезе алдынан кетіп үй ішінде біраз сенделіп жүрді де қарны ашқан соң Дина пісіріп кеткен тамақты жылытпай-ақ іше салды. Оқиын ба деп бір кітапты қолына алып еді. Бір-екі бетін аударғаннан кейін көзімен оқып көңілімен басқа жақта отырғанын байқап орнына қойды. Баласының жақсы көретін ойыншығы салпаң құлақ ақ қоян өзіне қарап тұрғандай көрінген соң барып қолын алды. Қуанышы сөз басында тұрған қ дыбысын т, г дыбысын д деп айтатын. Тояным дейтін ойыншығының бауырына басып, папаңның аты кім дегендерге Тайжан дейтін қоқия қарап. Әкжеңнің аты кім деп сұрады кеше келгенде атасы немересінің тілін қызықтап. Қуаныш Дүләй дегенде атасы кемпіріне қарап, болды, бүгіннен бастап Гүләй емес Дүләйсің деп рахаттана күлгенін есіне алып, Қайыржан тағы күрсініп қойды. Көзіне жас келіп қалған ол, маған не болған деді, сосын іштей өзін сөгіп, мүлдем алып кеткен жоқ қой, мектепке барарда қайтып аламыз. Таза ауада қолдың қаймағын жеп, сүт ішіп, дені сау боп өседі. Дені сау боп деп қарсыласты екінші ойы. Ал жанын қайда қоясың? Өмір бойы өзіңді толғандырып келе жатқан осы мәселе емес пе? Қайыржан бұған қарсы айтар уәж таба алмады. Басқаның бауырында өскен баланың жаны оны тек сондай тәрбиеде болғандар ғана түсінеді. Басқаларға айт не, айтпа не. Әркім өзінікін жөн көріп өзеурейді бәрібір. Қайыржан апасы қайтыс болған соң өзінің үйірінен адасқан тайдай болып қалғанын жүрегі сыздай есіне алды. Ағаларының өз бала-шағалары бар. Бұдан гөрі бүйректері соларға бұратын зерек бала талай байқады. Ол үшін кінәламайды да, бірақ жаны ауыратын. Ал бір әке бір шешеден туған іні қарындастарына Қайыржанның өзі жуыс алмады. Қасында жоқ болса да апасы қызғана қарап тұрғандай, өзі бар кезіндегідей әй түбің шеге ғой дейтін сияқты көрінетін. Бір қызығы бауырлары да мұның кемшіліктерін көргіш-ақ, және олар үшін бәріне де кінәлі басқа үйде өскендігі. Ал ойын бүкпей жайып салып отыратын кіші қарындасының сөзімен айтқанда, бұлардан бөлектеп өсіріп, мұның емес өзінің болашағын ойлағандығы. Кезінде Қайыржан бұл тұжырыммен мүлде келіспейтін. Келе-келе осы сөздің жаны бар-ау деп ойлайтын болды. Шынында да немерені бауырына салғанда үлкендер оны бала үшін жасап отырмыз деп ойлайды. Ал көп жағдайда бала қамы мен үлкендердің өз жайын жасау қатар жүретіні өтірік емес қой. Баланы әдетте кім алады?
Ол қыздары өсіп бет-бетіне тарап кеткен соң бұрын базар боп жатқан үлкен үй қаңырап бос қалғандар келген ой келеді. Тағы бір себеп, ұл қыздары өздері бала сүйген соң ұрпағының қамын көбірек ойлап, әке-шешесіне бала күнгідей еркелеп, бұрынғыдай балалық махаббатын төкпейтіні. Қайран ата-ана сол босап, қоңыл тақсып қалған көңілді немере қызығымен толтыратындай көрінеді бұған. Ең өкініштісі, өмір бар жерде өлім бар екенін баланы бергендер де, баланы бауырына салғандар да ескермейді. Үлкендер дүниеден озғанда асыранды баланың әрі-сәрі күй кешіп қалатыны ешкімді ойлантпайтын сияқты. Қайыржан көңілсіз ойлардан арыланба деп теледидарды қосты. Экранда бейнесі көрінбей тұрып, Сәкен Майғазиевтің жағымды дауысы естілді. Әннің «Самайдағы ақ шашыңның әр талы үшін қарызбын, таусылмайды алдыңдағы парызым» деген алғашқы жолдарды естігеннен-ақ Қайыржан демін ішіне тартып, экранға қадалды да қалды. Ән аяқталғанша сол қалпынан өзгермеді. Осы әнді алғаш естігеннен ерекше ұнатқан-тын. Содан бері қай жерде тұрса да, не істеп жатса да, осы ән естіле қалса, бәрін тастап отыра қалып тыңдайтын. Жан дүниесі бір ерекше сезім билеп, іші бауыры елжірейтін. Кейде тіпті осы әнді өзі орындап тұрғандай сезініп жанарына жас оралатын. Міне бұл жолы да көз алды бұлдырап кетті. Бүгін маған не болды деп тағы да таңырқай ойланды. Тіпті күйреуік екенмін ғой өзім. Қой, мұным жарамас деп бойын жинаған Қайыржан теледидардың қарсы алдындағы диванға қисайып, әр арнаны бір басып қарап жатыр еді, көзі ілініп кетіпті. Шыршыр еткен қоңырау даусынан оянды. Әуелі телефон ба деп ойлап соған қарай жүгірген. Сөйтсе есік қоңырау екен. Кім деп сұрамастан ілгекті аша салды. Ар жағында тұрған орта жастардағы әйел бұған қарап кібіртікте сөйлеп тілде қағазды ұсына берді. «Кешір балам, жұмыс реті солай, телеграмма екен» деп қолына бір жапырақ қағаз ұстата салды. Асығыс оқи бастады. Зейнеп әл үстінде, тез жет, Қалдыбек. Ұйқысы шайдай ашылды. Бірақ не істеп не қоярын білмей жалтақтап, пошташы әйелге қарай берді. Қателесіп келген шығар деп телеграмманы аударыстырып мекен-жай жазылған жерін қайта-қайта оқыды. Бәрі дұрыс, осыларға келіпті. Аты жөндері, мекен-жайлары ап-анық жазылған. Бірақ Зейнеп қалай әл үстінде болады? Жасы 60-қа да жеткен жоқ. Анда-санда қан қысымы көтерілетіні болмаса сап-сау болатын. Меңзең боп тұрған бұған пошташы көмекке келді. Түнгі 2-де Мәскеу пойызы жүреді. Әлі 3 сағат бар, үлгіресіз. Билет ала алмасаңыз бригадирге барыңыз. Мұндайда ала кетуге тиіс. Иә, сөйтем, рахмет. Сағатқа қараса 12 болып қалыпты. Диналар әлі жолда кетіп бара жатыр. Оларға қалай хабарлаймын? Не деймін? Жарайды, не де болса барған соң ойластырармын. Осылай деп ойлады да тез-тез киініп үйден шықты. Билет жоқ екен. Телеграмманы көрген бригадир сөзге келмей өзі отырған 9-шы вагонға кіргізіп 1-ші купені нұсқады. Заты жұмсақ адам болуы керек, қипақтап не айтарын білмей сәл тұрды. Сосын қарсы алдына келіп жайғасып, «Кімің еді?» деп сұрады. «Мамам». Қайыржан бұл сөздің аузынан қалай шыққанын өзі де білген жоқ. Ол туған анасын мама демейтін. Бала кезінде бір рет айтып қалып, апасынан сөз естігелі бері тіліне аса сақ болу керектігін ұққан. Бүгінгі төтенше жағдай сақтығын ұмыттырып жіберген сияқты. Бірақ осы сәтте ішінде қалыптасып қалған шектеуші бас көтеріп, алдында отырған кісіге қарап, жалпы апамның бауырында өскенмін деп қосып қойды. Бригадир басын шайқады. Қазақтарда осындай баласының өз анасын мама дегеніне қуыстанатын жайдың болатынына қанық кісі сияқты. Ол қателескен жоқты. Қайыржан ес білгелі Зейнепті мама деп көрмепті. Зейнеп те айт деп қыстаған емес. Апасының баласы Қайрош деп шақыратын мұны даусын еркелей созып. «Мен саған не әкелгенімді тапшы». «Автомат па?» дейді бұл қуанып. Таппадың. Білдім, дүрбі ғой. Тағы таппадың. Баланың төзімін тауыспай берсеңші енді, деп апасы сөзге араласады мұндайда. Демалысқа келген Зейнеп қампиып тұрған жол сөмкесін ашып, ішінен теңбіл доп шығарады. Кәдімгі футбол ойнайтын доп. Ауылдағы барлық баланың арманы. Асық ойнаған азар, доп ойнаған тозар деген. Соны да әлдеқандай қылып тұрсың ба?
Апасы сыйлықты ұната қоймаған сияқты. Жоға апа, ер бала жүгіріп шынығып өсу үшін футбол ойынының берері көп, өкпесі жақсы жетіледі, бұлшық еттері өседі. Ойындағы түрлі амал тәсілдер, қарсыласын алдап өту үшін жасалатын айла шарғылар ойлау қабілетін арттырады, деді Зейнеп енесіне тәптіштеп түсіндіріп. Оны тыңдап жатқан апасы жоқ. Допты екі аяғымен кезек қақпақылдап жатқан Қайыржанның өнеріне мәз болып қарап отырар еді. Жаңа әзірде айтқан сөздерінде ұмытып кеткен сыңайлы. Қалада тұратын көкесі мен Зейнептің келетін кездері мұның бала көңілінде нағыз той, мереке сияқты жатталып, балалық шағын еске алса, тек сол күндер көз алдына елестейтін. Зейнеп бұлардың бас-басына базарлық ала келуші еді. Есіктен жарқылдай сөйлеп кіретін ол дәу қара сөмкесін ашып, біреуіне көйлек, біреуіне шалбар, кішкентайларға ойыншық, үлкендерге шай мен кәмпиттер тарататын. Абысындары өздерін ешқашан құр қол қалдырмайтын келіннің келуін ерекше көтетін. Көп оқыған, не нәрсенің болсын жөнін біліп жолын таба қоятын Зейнепке айтар әңгімелері де, қояр сұрақтары да жандарына тыншу бермей, өздері абысын ажын болып оңаша қалар сәтті тықырши тосып тұрар еді. Дабырласып, қалжыңдасып, у-ду болып отырған сәтте үлкен абысын ереусіз ғана «Қалай, Қайыржанды сағындың ба?» деп сұрар еді. Бәрі бір сәтке тына қалып Зейнепке қарайтын. Әрине дейтін Зейнеп абысынына тура қарап, түсімде құшақтап сүйіп жүремін. Бір қызығы, ондай түс көрген кезімді ұйқымнан оянып кетпесем екен деп тілеп жатам. Сендерде де солай бола ма? Абысындары бір-бірлеріне қарап бас шайқасады. Өздеріне сонша қызық болып көрінген бұл жайдың сырын білгілері келіп, үлкенді-кіші адамдардан сұрайтын болулары керек. Көп ұзамай ойпырмай, осы біздің оқыған келінің түстері де жұрттан басқаша десіп, былайғы жұртта біразға дейін әңгіме етіп жүреді. Бірақ обалы нешік бәрі де оқыған келінің түсінде ісінде сөкет көріп, жамандаудан аулақ, тек кейбір істерін таңсық көріп, таң-тамаша қалатындары рас еді. Қайрышты апамнан қызғанбайсың ба деп сұрайды кіші келіні. Жоға, дейді Зейнеп ойлана сөйлеп. Апамның Қайрышты жақсы көретінін білем ғой. Ұрысса да жаман істерден аулақ болсын деп ұрсады. Тек өткенде көбі бетіндегі майды жалаймын деп айранды ақтарып алғанда, Қайрышты желкесінен ұстап, басын төгілген айранға тығып-тығып жібергенде жүрегім ауырып кетті, деген төмен қарап. Абысындары жанарын кенерлеген жасты алақанмен сүртіп ала қойған Зейнептің алдында өздері кінәлі адамдай көздерімен жер шұқиды. Әңгімені естіп тұрған Қайыржан емес, Зейнепті аяп кеткенді сода. Зейнеп келін болып түскен алғашқы жылдары көкесі екеуі ауылға үнемі жазда келетін. Қысқы каникул уақыты басталғанда көрші қолаңның студенттер қайда деген сұрағына апасы арқаға кетті деп қысқа қайыратын. Қазбалап сұрай бастаған адамға келініміз қысты қарды сағынады екен деп әрі таңдана, әрі арқаға кеткендері соншалықты жақтырып отырмағанын білдіре сөйлейтін. Оны естігендер қарды сағынғанын несі деп біраз уақыт тағы өзара күбірлесетін. Апасының осындай көңіл күйін байқаған болар, көкесі мен Зейнеп келесі жылы арқада көп бөгелмей ауылға келді. Табиғаттың ғажабын айтсаңшы, сол жылы ауылда 10 шақты жылдан бері болмаған оқиға болып қалың қар жауды. Жазы аптап ыстық, қысының өзі көктем күніндей жайма шуақ жылы ауылдан ұзап көрмеген балалар әуелде аспаннан төгілген аппақ ұлпаны алақандарына қондырып, олардың таңғажайып пішіндерін тамашалаудан аспаған. Тынбай жауған қардың қалыңдығы тобықтан асқанда үлкендер жағы алаңдаушылық таныта бастады. Ал балалардың қуанышында шек жоқ еді. Ылғал қарды жұмбастап, бір-біріне лақтырып, осы уақытқа дейін тек кинолардан көретін сырғанақтың қызығына батқанды. Тақтайшаларда картон жәшіктерді шанағып мініп, кейбіреулері портфельдеріне отыра қалып, төбеден төмен сырғанағаны балалардың арасынан немерелерін іздеп келген енесі көп баланың ішінде асыр салып ойнап жүрген келінін көргенде өз көзіне өзі сенбеді. Зейнеп, әй Зейнеп, деді, даусын тым қатты шығармай. Ондағысы келіннің ойнап жүргенін басқа біреулер көріп қалса ұят болар деп сақтанғаны еді. Бірақ ойын қызығына әбден беріліп кеткен Зейнеп енесінің бәсең даусын ести қоймады. Абырой болғанда ауыл үлкендері қалың жаудаған қардан туындаған шаруалармен әбігер болып сырғанақ тепкен балаларға назар аударған жоқ еді.
әрі-бері қарайлаған енесі ақыры амалы таусылып үйіне жалғыз қайтып бара жатып, балалардың у-шуының арасынан келіннің мәз болған күлкісін естіп басын шайқап қойды. Есесіне сыбағасын кешкісін алды. Тарс бекітулі есіктің ар жағында апасы Зейнептің шағын қағып жатты. Бер жағында Қайыржан тұрды. Өзінің тыңдап тұрғанын, жоқ Зейнепке жан ашып, қалай болсарын білмей тұрған ешкім көріп қоймасын деп, дәліздің шамын өшіріп тастаған. Жүрегі дүрс-дүрс етіп, өкшесін көтеріп, кілттің саңлауына құлақ тосады. Япырмай, апасының мұнысы несі? Бездейнешке бұлайша қатты сөйлемеуші еді ғой. Мақтап жер-көкке сыйғыза алмай отыратыны қайда? Сырғанақ тептеген деп сонша ұрысқаны қалай? Зейнеш неге үндемейді? Әлде жылап отыр ма? Зейнептің бетін басып жылап отырғанын көз алдына елестеткенде жүрек тұсы шым ете қалды. Бөлмеге баса көктеп кіріп барып, апасына ұрыспа Зейнешке деп айқайлағысы келді. Бірақ кішкентайынан апасының қаһарынан ығып өскен баланың есікті ашуға жүрегі дауаламай, не кетіп қала алмай сол жерде тұра берді. Енесінің алдынан басы салбырап шыққан Зейнеп қараңғы дәлізде тұрған мұнымен соқтығысып қалды. Ой, Қайрош, сенбісің? Бұл жерде не ғып тұрсың? Сұрауын сұрағанымен Қайыржанның бұл жерде неге тұрғанын ана жүрек түсіне қойды. Өзімен бірге аққала соғып сырғанақ тепкен қайын сіңлілері емес, Қайроштың есік сыртына байлап қойған құдіретті күшті ана мен бала сол сәтте бар жан тәндерімен сезінгендей бір сәт үнсіз қалысты. Зейнеп мұрнын пыш-пыш етіп тартқылап тұрған Қайроштың алдына тізерлеп отырып, оны бауырына басты. Жүрегінен айналайын деді сыбырлап. Сол сәтте еске алғанда Қайыржанның жүрегі шаншып кетті. Мұның боп-боз болып отырған түріне аяй қараған пойыз бригадирі ойын бөлейін деген болуы керек. Анаң тәуір болып кетеді әлі, уайымдама деп қойды. Әл үстінде жатыр депті деді Қайыржан солғын үнмен. Мен не деп отырмын? Қайыс болса жазар еді ғой, пәленші күні жерлейміз деп. Ондай сөз жоқ қой. Яғни қатты ауырып жатыр. Көдер тұр. Сен барған бойда даусыңды есте салысымен тәуір болып кетеді. Ең бастысы, сен келгеніңді білдіріп, дауыстап сөйлесетін бол. Жылағың келсе жыла. Әйтпесе бізде бір жалған намыс бар ғой. Еркек жыламауы керек деген. Бос сөз. Анаңның алдында жылау да күлу де ерсі емес. Солай деді де сөзінің соңын жұтып, бетін терезе жақа бұрып кетті. Қайыржан оның жылап отырғанын көріп аң-таң қалды. Мен анамды ренжіткен сорлымын деді біраз үнсіздіктен кейін бригадир. Екеуміз де ұйықтай алмаспыз. Мен бір әңгіме айтып берейін. Тыңда, мүмкін саған ой салар. Шал кемпірдің бауырында өскен соң олар мені ата-анамнан қатты қызғанатын. Қара жер хабар бермесін, әсіресе апам баласы мен келінінің істен әйтеуір бір мін тауып, менің алдымда беделдерін түсіруге тырысып бағатын. Қайран апам. Осынысымен менің әке-шешеме деген көзқарасымды қалыптастырып, оларды мойындамауға, тыңдамауға үйретіп отырғанын қайдан білсін. Сөйтіп, бала кезімнен әке-шешеме қарсы сөйлеп өстім. Үлкейгенде де сол әдетімді қоймадым. Ақыры судан опық жедім. Үйлі баранды болдым. Тәп-тәуір қызметке тұрдым. Уайым қайғы жоқ. Өткенге көз жүгіртсем, қатарластарым көрген қиындықтың бірде-біреуін көрмеппін. Оқуға да оңай түстім. Жұмысқа да тез орналастым. Үйленгенімде қызметпен басқа қалаға ауысқан анам Алматыдағы үйін атыма көшіріп жазып берді. Ол кезде әкем қайтыс болған. Балаларды тістелеп өзі жеткізді. Бірнеше жұмыста істейтінін білемін. Бірақ жастығымнан ба, әлде үлкен апам оны менің алдында міндетті сияқты етіп тәрбиелегендіктен бе екен, шаршап жүрау деп ойламаппын. Қара жерді басып жүргендігім үшін-ақ оған өзімнің өлшеусіз қарыздар екенім ойыма кіріп шықпайтын. Қазір ойлап отырсам, бала кезді былай қойғанда, жігіт боп жетілгеннен кейін де анамның көңілін аулап, қуантып көрмеппін. Бір жағынан ондай тәрбие берілмегендігінен шығар. Екінші жағынан сенесің бе? Апама сатқындық жасағандай болам ба деп ойлайтынмын. Пәтерден пәтерге көшіп қонған, ойлаған қызметіне қол жеткізе алмай жүрген жора жолдастарымның менің бар жағдайымды жасап жүретін, анамды тік тұрып сыйлайтыны да маған ой сала қойған жоқ. Балам, ішімдік ішудің де өз мәдениеті болады. Азынаған айғырды үйірінде көр, арқараған еркекті үйінде көр деген.
Үйдегі беделің түздегіден төмен болмасын деп сипайлап сырласқандай болып айтатын сөздеріне де бойламаған екенмін. Бірде милицияға түсіп қалдым. Анама хабарласуға намыстандым. Өзімнің түрлі әрекетімнен түк шықпады. Ақыры айналып келгенде анамның сол салада істейтін класстас жолдасты хабарласып, сол кісі алып шықты. Мені ұдайы мақтан етіп жүретін анамның сол ісім үшін жолдастарының алдында төменшіктеп қалатынын ойламаппын сол кезде. Талай жыл тағдыр жүгін жалғыз тартуға шаршаған да шығар. Келе-келе анам ашуланатын болды. Ақыры бір күні екеуміз тәжікелесіп қалдық. Үйден шығып кетуге амал таба алмай тұрған маған жақсы болды. Сәл нәрсені сылтау етіп айқайға бастым. Жалын күдірейіп жолымнан былай тұр деп тұрған жерінен итеріп тастап кете бардым. Анамның жүрегіне жазылмас жара салғаным ойыма кіріп те шыққан жоқ. Жалпы есіңде болсын, біреу туып біреу баққан бала өзін ғана жақсы көріп өседі. Ол екі жақты да жан тәнімен жақсы көре алмайды. Өзін баққан ананың жұрт тумағандығын көрсетті дейме жалтақтайтынын, ал тапқан анасының кішкентайынан басқа біреуге бергеніне өмір бойы жаны ауыратынын, сөйтіп екеуі де өзінің алдында ақталғандай күн кешетінін түсініп, соған бейімделіп қарып-қатынас жасайды бар болғаны. Сол оқиғадан кейін екеуміздің арамызда аттап өтуіміз қиын мұз пайда болғанын ұқтым. Бірақ кешірім сұрауға дәтім бармады. Екінші жағынан жалған намыс бар ғой, жаңа саған айтқан. Сол сұрқия жібермеді. Күнде ертеңдеп жүргенімде анам шұғыл шешім қабылдап, жұмысын ауыстырып басқа жаққа көшіп кетті. Анам аузында берік кісі болатын. Арамызда болған жайды ешкімге сездірмеді. Ал туыстар болса, анамның оқыс шешімі туралы түрлі жорамал айтып бас қатырады кеп. Бір күні балаларым менен сұрай қалса не айтамын деп ондай бас қосулардан қашқақтап жүрдім. Тіпті үйде отырмау үшін жұмысымды тастап пойызға жол серік болып ауысып кеттім. Жұмысқа адалмын, жанымды салып істеймін. Табысым жеткілікті, үйіме әкеп беремін де. Бірер күн аялдап қайтадан жолға шығамын. Уақыт жоқ, рейсте жүрмін деп сылтауратып ешкіммен араласпаймын. Қанша оқталсам да анама бара алмадым. Бәлкім жалған намыс осынан шыға алмадым. Әлде қандай жай болмасын, уақыт өте жаныңды сау сәттегідей ауыртпай ма білмедім. Саған тағы бір жайтты айтайын. Сен екеуміз сияқты өскен адамдарда туыстық қасиет те бұрмаланған сипатта болады екен. Кемпір шалдың баласына ақыл айтатындай сен кімсің деп бір жатырдан шыққан бауырларыңды тыңдамайсың. Шындығында шын жанашыр солар ғой. Ал зорлап қосқан ат бәйге болмайды деген, жаратылған қаны бөлек, жатқан жері бөлек туыстарың бәрібір бірге туғаныңдай жаны ашымайды. Жасы 80-нен асқанда анам қайтыс болды. Рейсте едім. Жолдағы бір үлкен қаладан түсіп, самолетпен ұшып жеттім. Жерлеген кезде жұрттың бәрінен көп жылаған мен шығармын. Бұл жерде де ибаяу, сен кемпірдің баласы емессің бе? Жеңгеңе сонша жылап деген надандар табылды. Ішімді о жайлағандай күй кештім. Алдына жығылып, кешірім сұрай алмадым. Жастықпен, білместікпен, ашумен істеген істерімнің барлығы үшін кешірім сұрасам деп, бірақ өзімді өзім жеңе алмай жарты өмірімді өткіздім. Қазір ойлап отырсам, көп тиынды құны жоқ намыс екен оным. Аяулы анам бұл жолы да даналығын көрсетті. Үстелінің тартпасында, құжаттарының арасында бір жапырақ қағаз жатыр екен. Кешірдім деген бір ауыз сөз жазылыпты. Жұрт ештеңені түсінбей аң-таң. Ал оның кімге арналғаны маған ғана аян. Бірақ бәрібір жаным байыз табар емес. Қайыржан пойыздан түсе салысымен ауруханаға беттеді. Өзін күтіп алған немеренісі мұның жүрісіне ілес алмай қасында жүгіре жортып келеді. Зейнептің кешелі бері жан сақтау бөлімінде жатқанын, ішке кіргізбегесін көкесі аурухананың есігін күзетіп жүргенін де содан естіді. Аурухананың жан сақтау бөлімінің меңгерушісі өзі құралпы жігіт екен. Екі дүниенің ортасында жатқан адамдардың өміріне кез келген оқшайдың зиян тигізуі мүмкін екендігін, сондықтан ол бөлімге келушілердің кіргізілмейтінін ежіктеп түсіндіріп тұрып, мұның жас тұнған жанарына көзі түсіп кеткенде кілт тоқтады. Сосын ләм деместен ілулі тұрған халатта келіп Қайыржанның иығына жапты да жүріңіз деді. Ауруханаға жеткенше асыққан жылдам жүрістен әрі жан сақтау бөлімі деген атаудың өзінен қобалжып, денесі бір ісіп бір суынған Қайыржан палатадағы қоңыр салқын лептен денесі тітіргеніп бойын жиып ала қойды.
Қатар-қатар қойылған екі төсектің біреуінде Зейнеп жатыр екен. Көзі жұмулы. Басына, оң қолының қарына, сол қолының саусағына әлдебір аппараттары кигізіліпті. Ол аппараттардан тартылған түрлі түсті сымдар науқастың организмінде болып жатқан өзгерістерді жеткізіп тұрған болуы керек. Төсектің бас жағына орнатылған мониторлар ара-тұра сырт-сырт етіп бір қалыпты ырғақпен жұмыс істеп тұр. Бөлім меңгерушісі олардың көрсеткіштеріне қарап басын шайқап қойды. Аяғынан әл кетіп бара жатқандай болғасын, Қайыржан төсектің қасында тұрған орындыққа сылқ етіп отыра кетті. Ақ төсектің үстінде кіп-кішкентай болып жатқан анасына қарап, ет жүрегі елжіреген сезімге толды. Батылсыздау қимылдап, Зейнептің қолының сыртынан сипады. «Зейнеш, мен келдім», деді күбірлеп. «Көзіңді ашшы, Зейнеш». Кеудесін сығымдаған әлде бір сезім өн бойын қалтыратып, жалын ата күрсіндірді. Басын иіп, ернін Зейнептің қолының сыртына тигізген Қайыржан оның кіп-кішкентай саусақтарын ақырын ғана уқалап отырып, тағы да сыбырлай сөйледі. «Зейнеш, Құдай үшін көзіңді ашшы, мен ғой Қайрош. Енді ылғи бірге боламыз. Сәл бас көтерсең болды. Астанаға алып кетіп емдетемін. Ол жақта Қуаныш немерең күтіп жүр. Әжем қашан келеді деп». Тамағына тығылған өксіктен сөзін әрі қарай жалғай алмаған қыстыға жылады. Көз жасы Зейнептің қолына тырс-тырс тамып жатты. Ақыра күрсінген Қайыржан бір сәт өзін-өзі тоқтатып тамағын кенеп алды да, түбі бір шығарам деп сан жылдар бойы жүрегінің түкпірінде сақтап келген ең басты сөздерін айтты. «Зейнеш, сен маған ренжіп жүрсің бе? Мама демеді деп ренжіме. Алланың алдында жалғыз анам өзіңсің, мама». Бетін жас жуған Қайыржан Зейнептің қолын сүйгелі ұмсына беріп кенет кідіріп қалды. Алғашында көзіме солай көрінгені шығар деп ойлаған. Анықтап қарап еді, Зейнептің өзі уыстап сипалап отырған оң қолының сұқ саусағы дір-дір етіп қимылдап бір белгі бергендей болды. «Мама». Даусы қатты шығып кеткен Қайыржан жүрек аузына тығылғандай болып орнынан атып тұрды. Жүгіре басып палатаға кірген дәрігер мониторда лып-лып етіп жанып сөнген үзік-үзік сызықтарға көзі түсіп, жүзіне күлкі үйіріліп Қайыржанды иығынан құшақтады. Сосын апыр-топыр жүгіріп келген медбикелерге нұсқаулар беріп, өзі үздіксіз сыртылдатып тұрған аппараттың әлде бір түймешелерін басып, әбігерленді де қалды. Зейнеп ертеңіне түпкілікті оянды. Көзін ашқан кезде өзіне төніп отырған Қайыржанды көріп мейірлене күлімсіреді. «Қайрош, ау мама, мама, я мама, қатты қорқыттың ғой бізді. Енді бәрі жақсы болады. Әбден сауығып кеткеніңше қасыңда боламын. Асыл анашым менің» дегенде Зейнеп баласының қолын әлсіз ғана қысып қойды. Ауруханадан шыққан Қайыржан аудандық байланыс бөлімшесіне барып, отбасылық жағдайына байланысты кезекті еңбек демалысын беруді сұрап, жұмысына жеделхат жөнелтті. Есіктен шыға беріп, қайта оралды да тағы бір бланкіні алып, «Дина, Қуанышты ешкімге бермейміз. Қандай жағдайда да бала өз ата-анасының бауырында өсуі керек. Мен ауылдамын. Баланы алып осында кел» деп жазып, төркініне кеткен келіншегіне екінші жеделхатты жіберді де, иығынан ауыр жүк түскендей еңсесін тік көтеріп, нық басып, көкесінің үйіне қарай адымдай жөнелді. Авторы Камал Әлпейісова.